Достар, сәлем, менің есімім Нұржаубаева Анель, және де бұл сыр білім каналы. Менде айта кетейін, жаңадан әйел психологиясы деген плейлист аштым. Себебі жалпы YouTube парақшамда, осы YouTube каналында көбінесе еркектер 70% еркек оқырман болғандықтан әйелдерге арнайы осылай сразу көзге түсетін плейлист аштым. Осы және де бүгінгі тақырып осы плейлисттің ішіне кіреді. Так что әйелдер, құрметті нәзік жандар, егер де әйел психологиясы туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыз, осындай арнайы сендерге бір рубрика, плейлист аштым. Енді жақын арада осындай бір өте орынды сұрақ келді. Оқып шығайын сізге. Мен өз-өзіме қараудан қалдым. Қалай өзімді қолға аламын? Бұл Instagram оқырманынан сұрақ келді. Әйел нәзік жаннан. Өз-өзімді қалай қолға аламын? Негізінен өте көп оқырмандар өз пікірмен бөліскен. Барлығы дұрыс, барлығы өзекті. Режим, нені қалайсыз, кітап оқыңыз, осындай пікірлер келді. Және де мен осындай өзімнің пікірімен осындай арнайы видео арқылы сендерге түсіндірейін деп шештім. Итак, ең бірінші, осы видео бұл әрине қысқа нұсқа, техникал, практикал, яғни жасау керек, тікелей жасау керек. Егер де әйел адам мен не істейтінімді, қалай өз-өзіме қолға алуға болады дегенде, бұл әйелдің қаншалықты дайын болғанын белгісі. Себебі көп әйелдер бұлай жүре береді. Өзін қолға алу, бірдеме әрекет жасаймын дегенде, сосын ай деп жүре береді. Бірақ бір точкасынан келеді әйел адам, вот қазір уже болды, мен өз-өзімді қолға алайын, уже әрекет жасап бастайын дейді. Сол кезден уже осы видео сол жандарға арналған, яғни әрекет жасауға дайын, өз өмірін, өз өзін қолға алып, өз өмірін қолға алып, өзгерту. Так, ең бірінші әрине бұл сіздің физически, яғни сіздің денеңізді қаншалықты сезесіз. Бұл спорт, қыздар. Ең бірінші спортпен шұғылданыңыз. Бұл басында қиын болуы мүмкін. Сіз залға, бір арнайы фитнес-центрге барасыз ба, әлде үйде жасайсыз ба, андай бір видеолар көп қой қазір. Марафондарға қатысасыз ба. Қазіргі таңда өте көп түрлері бар. Егер де өз-өзіңізбен жұмыс жасай алмасаңыз, онда марафон, тренинг, фитнес-тренермен, то есть групповой занятие, то есть бір жерге барыңыз. Жүзу болсын, өшім сізге ұнайтын бір спортпен. Сіз дене тұрғыда өзіңізді реттесеңіз, уже миыңыз шынымен де реттеліп бастайды. Өз-өзіңізге құрмет, өз-өзіңізге махаббат. Ең күштісі, сіз қаншалықты өзіңізді күшті сезініп бастайсыз. Себебі физически, яғни сіз өз денеңіз күшті, мықты болғанда, сізге энергия көп болып тұрады. Бұл өте маңызды, біз ең алдымен әрине содан бастаймыз. Екіншіден, бұл психологиялық тұрғыда сізде уже өзіңізді жақсы сезінсеңіз, іштіне уже ауырмайды, уже жақсы жүресіз, энергия толып тұрады. Уже сізге психологиялық тарапынан сіз қалай өмір сүргіңіз келеді, қандай болғыңыз келеді, қандай ақша тапқыңыз келеді, қандай ана болғыңыз келеді, қандай жар болғыңыз келеді, то есть қандай ақша тұрғыда жұмыс тарапынан қандай болғыңыз келеді. Яғни қандай жалпы сіздің өміріңіздегі ситуация, позицияңыз қандай бұл, соны сіз ойланасыз. Сол жерде сізде қандай әлсіз факторлар бар, қай жерде үйренуіңіз керек, қай жерде реттеуіңіз керек. Мүмкін сіздің күйеуіңізбен қарым-қатынасы онша емес, мүмкін сіздің ата-анаңызбен, немесе жұмыста оның барлығын реттеу үшін сіз психология тарапынан жұмыс жасауыңыз керексіз. Бұл білім алу әрине, бұл кітап оқу, ең күшті психолог, психотерапевтпен жұмыс жасау. Түрлі тоже қазіргі таңда көп бар, марафондар, тренингтер, сондайларға, то есть яғни миыңызды тазалау. Нәжеге айта кетейін, менің жаңартылған рахаттайм 2 деген курс басталайды деп тұр. Жақын уже бір аптада басталады. Сол жерде бізде психология тарапын, сексология, жалпы бүкіл әйелдік басты ең маңызды бөлімдерді барын түсіндірем, осы жерде бірге жасаймыз. Менімен бірге жұмыс жасағыңыз келсе, осы видео астында сілтеме қойып қойдым. Соны оқып тіркеліңіздер, менімен бірге жұмыс жасағыңыз келсе. Бұл енді екінші фактор, психология тарапынан. Енді үшінші, уже физиология, дене күшті, миыңыз психология тарапынан реттеліп жатыр. Яғни уже сізге фокус бар, қаншалықты уже өзіңіздің құндылығыңыз көтеріледі,
Келесі әрине қыздар, бұл өте маңызды, өзіңізге уақыт бөлу, өзіңізге ақша бөлу. Себебі көбісі сол жерде өз-өзіне бүйтіп ұсталып қалады. Ой, не керек мен үшін, да? Арнаңыз өзіңізге ақшаны бөлуді, да? Шектемеңіз. Бұл өте маңызды. Әрине, күнде былай емес, бірақ та орынды өз-өзіңіз киіміңізге ұнайтын духи болсын, ұнайтын кітап болсын, бір массажға барып алыңыз айына бір рет. Қыздармен кездесіп бір жерге кофе ішіп отыру. Яғни өз-өзіңізге мындай ништяки дейді, ништяктарға, бір күшті нәрселерге өзіңізге рұқсат беріңіз сондайға, да? Бұл да өте маңызды. Сол үшін ең бірінші, мына жерде мен бәрібір обобщенно айтып жатырмын, да, толықтай қорытындылап. Ең бірінші физиология тарапынан, екінші психологияда миыңызбен, фокустармен бәрін реттеу, сол жерде өте көп үлес қосу керек. Білім тарапынан, уақыт тарапынан, да, мына жерде ең көп өз-өзімен жұмыс сол жерде болады, да. Әрине, уже үшінші, бұл өзіңізді еркелету, өз-өзіңізді жақсы көру. Бұл түрлі факторларға байланысты, әр әйелде әртүрлі. Сол үшін сізге үй жұмысы ретінде сіз өзіңіз жазып алыңыз, да, нені қалайсыз, нені жақсы көресіз. Қыздармен сөйлесу, қыздармен далаға шығу, балалармен ойнау ма, балалармен ана жерге бір жерге бару ма, күйеуіңізбен бір свиданияға бару ма, биге қатысу ма, тағы да не болуы мүмкін. Яғни өз-өзіңізге ұнайтын істермен айналысу мүмкін. Сіз просто далаға шығып, өзіңіз бір әдемі бір кофейняда кофе, бір булочка сатып алып, бір күшті өз-өзіңізбен уақыт бөлгіңіз келеді. Арнаңыз, да, көп уақыт, көп ақша, көп үлес кетпейді одан. Бірақ та қаншалықты сіз өз-өзіңізді шынымен де қолға алып, өзіңіздің өміріңізді бағалап, шынымен барлығын сізде жаңа деңгейге көтеріледі. Бұл видео пайдалы болды деп мен ойлаймын. Қызық болса, ары қарай әлі жалғастырайын осы тақырыпты. Және де нәзік жандар, жалпы сіз қалай ойлайсыз, өз-өзін қолға алу үшін неден бастау керек? Жалпы ойларыңыз немен бөлісе аласыз? Мүмкін өзіңіздің басыңыздан сондай өткен. Менің ойымша, әр әйел адам сондайдан өткен. Біреулер бүкіл өмір бойы осылай 10-20 жылдап сүреді, сосын өзін қолға алады. Біреулер бір айда сразу учета не то өзі қалпына келеді, да? То есть осындай нәрселерді сразу бақылаңыз. Өмірде ондай нәрселер болады, кейбір кезде біз шығып кетеміз, да, как бы из колеи дейді, да? Яғни жақсы бүйтіп күшті жұмыс жасап, потом раз бірден-бір түсіп қаламыз, энергия жоқ. Ештеңе етпес, бірнеше уақыт өзіңізге беріңіз, сосын қайтадан режимге кіресіз, да, спорт, психология, то есть уже такое ресурсное состояние. Бірақ та ең маңызды, қыздар, сізге өте маңызды, өзіңіз осындай жағдай, когда сіз минусқа кіретін кезде, өзіңізді қалай плюсқа көтеру үшін, да, өзін тарту үшін, жоғары тарту үшін қандай әрекет жасау керек, соны нақты білуіңіз керексіз. Мысалы ретінде, менде кейбір кезде болады, өзімді онша сезбеймін. Так, Анеля, не істей аламыз? Мен айтамын, так, маған надо хотя бы давай йогамен айналысып бастайық, или давай қазір фитнестен бастайық. Сразу көтімді жұрттып, анау-мынау емес, кішігірім уже әрекеттен бастап, уже жақсы өзгеріс, уже бүйтіп энергия тұрғыда уже көбейіп кетеді. Так что бүгін осы видео сізге ұнады деп мен ойлаймын. Ұнаса лайк басып қойыңыз, пікір қалдырыңыз. Және менің инстаграм парақшама тіркеліп, сол жерде сұрақтарыңызды қойып, мен осындай видеоларды сіздерге түсіремін. Рахмет, сау болыңыздар.